60 жастан кейін ағзада байқалмайтын өзгерістер басталады. Бұлшықет массасы біртіндеп азаяды, сүйек әлсірейді, ал күнделікті ақуызға деген қажеттілік артады. Сондықтан дәрігерлер осы жаста тамақтануға ерекше көңіл бөлуге кеңес береді. Сол өнімдердің бірі сүзбе. Көп адам сүзбені тек кальцийдің көзі деп ойлайды, бірақ шынында оның ең үлкен артықшылығы сапалы ақуыз. Жас ұлғайған сайын дәл осы ақуыз бұлшықеттерді сақтауға, күш-қуатты қолдауға және күнделікті белсенділікті жоғалтпауға көмектеседі. Бүгін біз 60 жастан кейін сүзбені күнделікті жеудің қандай пайдасы бар екенін, оны кімдерге сақтықпен қолдану керектігін және қандай сүзбені таңдаған дұрыс екенін қарастыратын боламыз. Бұлшықеттерді сақтауға көмектеседі. Көпшілік қартайғанды әлсіздік тек жасқа байланысты деп ойлайды, бірақ оның басты себептерінің бірі бұлшықет массасының азаюы. Ғалымдар бұл жағдайды саркопения деп атайды. Бұл жас ұлғайған сайын бұлшықет көлемі мен күші біртіндеп төмендейтін табиғи процесс. Сүзбенің құрамында ағзаға оңай сіңетін ақуыз бар. Әсіресе казеин деп аталатын ақуыз ұзақ уақыт бойы ағзаны амин қышқалдарымен қамтамасыз етеді. Егер адам жеткілікті ақуыз тұтынса және аздап қимыл қозғалыс жасаса, бұлшықет жоғалуы баяулайды. Соның арқасында баспалдақпен көтерілу, ұзақ жүру немесе күнделікті шаруаларды орындау жеңілдей түседі. Әрине, сүзбе жалғыз өзі бұлшықетті өсірмейді, бірақ дұрыс тамақтану мен жеңіл дене жаттығулармен бірге оның пайдасы айтарлықтай болады. Сүйек саулығын қолдайды. 60 жастан кейін сүйектің тығыздығы да азая бастайды. Әсіресе әйелдерде менопаузадан кейін бұл өзгеріс жылдамырақ жүруі мүмкін. Сүзбеде кальций мен фосфор бар. Бұл минералдар сүйек тінінің қалыпты күйін сақтауға қатысады. Бірақ бір нәрсені түсіну маңызды. Сүзбе остеопорозды емдемейді және сынған сүйекті қалпына келтірмейді. Ол тек дұрыс тамақтанудың бір бөлігі ғана. Егер адам жеткілікті кальций қабылдап, дәріменің деңгейі қалыпты болып, белсенді өмір салтын ұстанса, сүйек саулығын ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік артады. Ұзақ уақыт тоқ ұстайды. Жасы ұлғайған сайын тәбет те өзгереді. Кейбір адамдар керісінше тәттіге әуес болып кетеді. Сүзбедегі ақуыз асқазанда баяу қорытылады, сондықтан адам ұзақ уақыт тоқ жүреді. Бұл әсіресе кешкі уақытта пайдалы болуы мүмкін. Аштық сезімі азайып, тәтті немесе тоқаш жеуге деген құмарлық төмендейді. Сонымен қатар қандағы қан деңгейінің күрт өзгеруіне жол бермеуге көмектесетін дұрыс тамақтану үлгісінің бір бөлігі бола алады. Қандай сүзбені таңдаған дұрыс? Дүкен сөрелерінде сүзбенің түрі өте көп, бірақ олардың барлығы бірдей пайдалы емес. Ең жақсы таңдау құрамында тек сүт пен ашытқысы бар табиғи сүзбе. Қан, тәтті сироп, жасанды хош иістендіргіштер немесе түрлі қоспалар неғұрлым аз болса, соғұрлым жақсы. Майлылығы қандай болу керек? Көп жағдайда 2-5% майлылығы бар сүзбе жақсы таңдау саналады. Олар әрі дәмді, әрі тойымды болады. Ал майсыз сүзбе кейбір адамдарға жарасады да. Дәмі төменірек болуы мүмкін және ұзақ уақыт тоқтық сезімін бермеуі ықтимал. Егер қан қысымы жоғары болса, тұзды сүзбе өнімдерін жиі пайдаланбаған жөн. Күніне қанша мөлшерде жеуге болады? Неғұрлым көп жесем, соғұрлым пайдалы деген түсінік дұрыс емес. Көпшілік адам үшін күніне шамамен 100-150 грамм сүзбе жеткілікті мөлшер болып саналады. Бұл ағзаны сапалы ақуызбен қамтамасыз етуге көмектеседі. Сүзбені таңғы асқа да, түстен кейінгі жеңіл ас ретінде де жеуге болады. Оған жаңа піскен жемістер, жидектер немесе аздап жаңғақ қоссаңыз, тағамның құнарлылығы арта түседі. Ең бастысы әртүрлі тағам жеу, денсаулық тек бір өнімге емес, жалпы дұрыс тамақтануға байланысты. Кімдерге сақ болған дұрыс? Сүзбе көпшілік үшін пайдалы болғанымен, барлық адамға бірдей жарай бермейді. Егер сізде сүт ақуызына аллергия болса, немесе лактозаға төзбеушілік болса, сүзбе жайсыздық тудыруы мүмкін. Сонымен қатар бүйректің ауыр созылмалы ауруы бар және дәрігер ақуызды шектеуді ұсынған адамдар сүзбені мөлшермен тұтыну керек.
Егер белгілі бір ауруларыңыз болса, немесе арнайы ем-дәм ұстансаңыз, сүзбені күнделікті рационға қоспас бұрын дәрігермен немесе диетологпен кеңескен дұрыс. Сүзбені немен бірге жеген пайдалы? Сүзбені қант немесе тәтті тосаппен жеу ең жақсы таңдау емес. Оның орнына көкжидек, құлпынай, таңқурай сияқты жидектерді немесе алма, алмұрт секілді жемістерді қосуға болады. Аз мөлшерде жаңғақ немесе тұқым қоссаңыз, пайдалы майлар мен талшықтың мөлшері артады. Ал кешкі асқа сүзбені қияр, қызанақ, көк шөптермен бірге жеуде жақсы нұсқа. Осылайша тағам әрі пайдалы, әрі тойымды болады. Егер сіз 60 жастан асқан болсаңыз, немесе жақындарыңыздың денсаулығына алаңдасаңыз, табиғи сүзбені күнделікті мәзірге ақылға қонымды мөлшерде қосып көріңіз. Және тек 60 жастан асқан кісілерге ғана емес, барлығымызға сүзбе өте пайдалы. Ал сіз сүзбені қаншалықты жиі жейсіз? Астына комментарияға жаза кетіңіз. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алда денсаулыққа қатысты дәлелді әрі пайдалы ақпараттармен тағы да кездесетін боламыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.